Сәлем. Этно-мистикалық комедия деген жанрды естігесіңдер ма? Естімесеңіздер, сол туралы айтып беретін болам, өйткені бұл жанрда тұңғыш фильм шықты, атауы Жезтырнақ, Clover Street атты компания ұсынған кино. Жалпы біздің мистикалық фольклор өте ыңғайлы. Жезтырнақ деген образ бар, ал нақты лоры, яғни әлем шарттары жоқ. Сондықтан кез келген автор образды қолданып, өз әлем шарттарын құрай алады. Осыдан бұрын бірнеше рет қазақстандық кино майталмандар Жезтырнақ туралы бір нәрсе түсіргісі кеп, біраз тәжірибе жасайтын болған. Мысалы, менің есіме Қарагөз атты фильм түседі, бірақ сол жерде Жезтырнақ тақырыбы бар, бірақ ол толық ашылмаған, я дұрыс фильм болған жоқ, я дұрыс хоррорда бола алмады. Содан міне Сәбит Рахымбаев бастаған топ өз тәжірибесін шығарды. Жезтырнақ образы Википедияда жазылғандай. Мистикалық күші бар сұлу қыз Динара Миразбек атты актриса сомдайды. Краш кәдімгідей. Ал басты адам рөлін Есентай Ниязбаев сомдайды. Жалпы фильмнің касты өте күшті, табылған, өте күшті құрастырылған. Кадрда сөйлемесе де назарды баурап алатын Асан Мәжит, мастодонттар Досжан Жамботаев пен Сағызбай Қарабалин. Сонымен қатар Сырым Қашқабаев, Назгүл Қарабалина, өте күлкілі Сағаділда Үсіпәлі және Сержан Братан сериалының телефоны мен мамасын алып келген жас актер Ербол Әлмұхан. Қысқаша сюжетке тоқталсақ, Есентай сомдайтын басты кейіпкер Айна атты сұлуды кездестіреді, махаббат тойға дайындық, қодылармен танысу, алайда Айна Жезтырнақтар жанұясынан екен. Байқасаңыздар, бұрын комедияларымыздың бәрі той туралы еді. Қазір бірте-бірте алаяқтар темасына көшіп жатырмыз. Және Жезтырнақ комедиясы, этно-мистикалық комедиясы бұл той комедияларына қойылатын бір нүкте деп есептесем болады. Расымен де той тақырыбындағы әзілдердің тізесі шықты. Алайда Қанішер мен адам отбасы құрайын деп жатқандары аталған тақырыпқа жаңа дем беретіндей. Фильмнің бас продюсерлерінің бірі, әрі сценаристерінің бірі Сәбит Рахымбаев бұдан алдын көптеген жаңағы жанұялық бытовой дейді ғой, жаңағы тұрмыс тіршіліктегі жаңа қарым-қатынасты жақсы көрсете алатын адам. Және сондықтан сюжет жайлы кішкене қорықпасаңыздар да болады. Тәжірибесі бар кісі, күшті жасаған. Фильмнің менімше бас кемшілігі лордың түсініксіз екені. Жезтырнақтардың кім екені түсіндіріледі, олар несімен қауіпті екені түсіндіріледі, алайда олардың әлемдерінің шарты қандай білмейсің. Және фильмнің соңында да түсінікті болмайды. Дегенмен онысы көрерменге кедергі болмайды, өйткені Жезтырнақ фильмі ол қанішерлер жайлы кино емес, ол отбасылық құндылықтар жайлы, адамгершілік жайлы және өзіңе ұқсамайтын тіршілік иелерін құрметтеу, сыйлау жайлы кино. Жақсы жасалған, қымбат кино екені көрініп тұр. Костюм мен суретшілер керемет жұмыс атқарған. Қанішерлер кринж болып көрінбейді, түсінсеңіздер. Ал ол біздің кино үшін үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Айтпақшы, Жезтырнақ фильмі шағын бір скандалға түскені бар. Актер Болат Әбділманов бұл фильмде әйелдердің еркектерден басым мінездерін көрсетеді, қазақ әйеліне тән жүрек жұмсақтығын көрсетпейсіңдер деген оймен бөлісті. Айтпесе, ертең елді де әйел басқарады дегендей. Әрине, мен ол кісінің сөзін нақты тура цитата айтып тұрғаным жоқ. Бұл пікірмен танысам десеңіздер, сілтемесін қалдырып кетем төменде. Дегенмен Болат аға жақсы бір тақырып көтергендей болды. 2015 жылы Гүлнар Дусматовадан сұхбат алу бұйырған еді маған. Сонда актриса біздің кинода әйелдер жиһазды сомдайды деген еді. Расымен де сол сұхбаттан 10 жылға жуық уақыт өтті, және сол 10 жылда мықты әйел кейіпкері бар фильмді еске алайықшы, Қазақстан киносында. Бір қолдың саусақтары жетеді-ау деймін. Соңғы бірнеше айда шыққан шулы фильмдерді қарастырайық. Шекерде бір ғана қыз бар, оның линиясын 4 сахнада беріп тастаған. Сюжеттен алып тастасаң еш нәрсе өзгермейді. Заманбекте әйел кейіпкерлерінің барлығы басты кейіпкерлерді ашуға бейімделген. Сюжетте өтетін аркасы да жоқ. Осындай жиһаз кейіпкерлер фильмдеріміздің 2-ның 1-інде бар. Тым жұмсақта жүректерші. Жезтырнақта әйел кейіпкері Оскарға тән жазылған деп айтпаймын енді. Дегенмен бұл жерде
әйел кейіпкерінің өз өтетін аркасы бар, өзінің драмасы бар, түсінікті бір мотивациясы бар деген сияқты. Және сол жай ғана дұрыс жазылған кейіпкер просто әйел болғасын уже шу шығып жатыр да бізде. Осыдан почти 70 жыл бұрын қыз жігіт секілді фильм түсіретінбіз. Өткен ғасырда Шолпан күнәсі, Бақытсыз жамал деген туындыларымыз бар еді. Дала әйелдерін мінезді, еркін етіп көрсететін халық емес пе едік. Жүрек жұмсақтылығы біздің кейіпкерлерде қатар жүретін еді да бұрын. Мінезді, андай ашық, жарқын қыз бар еді қазақ елінде бұрын. Қазақтың қыздарын солай көрсететін. Еркін, өз мінезі бар жаңағы. Және де Жезтырнақ менің ойымша соны еске салып жатыр бізде. Кәдімгі бұл жерде жалпы Жезтырнақта бір жиһаз кейіпкер жоқ. Барлығы өз орнында, барлығы өзінің функциясын атқарады. Сол демагогия болып кетті, кішкене Жезтырнаққа оралайық. Фильмнің мысалы экшн сахналары да бар, өте мықты жасалған, біз күшті бір деңгейде жасалған, дегенмен маған аз болып көрінді. Кәдімгідей жетпей қалды. Қазір экшн болады деп тұрған кезде пақ беріп тастайды и кішкене тоймай қаласың экшнына. Сосын тағы бір былайша айтқанда кемшілік, бір ондай Голливудта да бар. 90-шы жылдардағы боевиктерді қарайсың ғой, жаңағы антагонист, протагонист ұтайын деп қалған кезде бір нәрсе сөйлеу керек та, сөзді сөйлеп, уақытты созып, протагонистке кішкене күш жігер беріп, уақыт қуат беріп қалатыны бар. Сондай бір созылып қалған монолог бар да, зұлымдық көзінде. Клише да, сонысы сәл ұнамады, бірақ оның да өз орны бар шығар. Екінші бөлімге де намек бар, ол әрине фильм жақсы касса жинаса, ал ол біздің қолымызда, сіздің қолыңызда, сондықтан ерекше тәжірибе қылып түсірілген киноны да қолдайық, назар аударайық. Сол келесі көріскенше сау саламат, келесіде Гладиатор талқылайтын боламыз.